өте ерекше самса дайындаймыз. Басқа самсалардан өзінің жасалу жолымен, сыртқы келбетімен ерекшеленетін өте нәзік, жұп-жұмсақ самса. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге жақсылап еріген 82%-дан жоғары сары май қажет. Оның екеуін жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған құрғақ массамызға қалған барлық затымызды саламыз. Мен мына жерде видеоға түсіруді ұмытып кеткендіктен тек қана ауызша айтатын боламын. Айран, жұмыртқа, қант, құмшекер, разрыхителімізді қосып, жақсылап қамыр илеп дайындап аламыз. Дайын болған қамырымызды жылы жерге тындырып қоямыз. Оған дейін біз ішіне салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тартылған ет, пияз және сұйық май, татымына қарай түрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен тек қана бұрыш, тұз, кішкене қант қостым. Барлығын жақсылап араластырып, салмасын дайындап қоямыз. Енді қамырымызға ораламыз. Қамырымыз жақсылап тынықты, әлде де ұзақ уақытқа демалдыруға болады. Ортасынан екіге бөліп, кішкене бөліктерге бөліп шығамыз. Ол бөліктер 40 немесе 50 граммнан аспауы қажет. Қамырымыз өте жұмсақ, иілгіш болғандықтан ұнсыз видеодағыдай дөңгелек етіп жайып шығамыз. Бір жанын пышақпен кесіп, 3 бұрыш етіп дөңгелете отырып, қызғалдағымыздың, яғни тюльпанымыздың бейнесіндей жасап аламыз. Астын су ақпайтындай етіп жабыстырамыз. Самсамыз сонымен дайын. Сіздерге тағы да бір қайталауды жөн көрдім. Ұнсыз дөңгелек етіп жайып шығамыз. Бір шетін пышақпен кесеміз. 3 бұрыш етіп ораймыз. Астын жақсылап жабыстырамыз. Дөңгелете отырып, тюльпан бейнесіне келтіреміз. Сонымен самсамыз дайын. Табаға орналастырып, үстіне жұмыртқамызды жағып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша жұмыртқа жағылғаннан кейін мак немесе кунжут сеуіп, қызып тұрған табада 160-180 градуста жақсылап пісіріп аламыз. Сонымен біздің тюльпан самсаларымыз дайын. Басқа самсалардан өзінің сырт келбетімен ерекшеленеді. Ас болсын, менімен бірге жасаңыздар. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.